Сәлем сырласым арнасының тыңдармандары. Каналыма тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Әмеңгерлікпен қайнағама қосылуым керек пе? Тағдыр басқа салған соң не шара? Еріксіз көнеді екенсің. Алайда, қазір сол тағдырдың тарамыш жолдарының қайсысын таңдауды білмей, шаршадай басым, шарадай болып жүрмін. Бірақ дәл қазір қасымда ақыл қосар қосағымда жоқ. Ол осыдан 1 жыл бұрын жол апатынан қайтыс болған. Мақсатқа тұрмысқа шыққалы ештеңеге бас қатырмаған екем. Бәрінде мақсат шешетін. Оған әбден сеніп қалыппын. Енді ол жоқ. Ақыл қосар адам таппаған соң сіздермен оқиғамды бөліскенді жөн көрдім. Мен мектепке дейінгі тәрбие маманымын. Яғни, балабақшада тәрбиеші болып істеуім керек. Бірақ мен оқу бітіре сала тұрмысқа шықтым да, жұмыс істегенім жоқ. Ауылда жұмыс та жоқ. Мақсат жұмыс істеді де, мен бала бағумен отырдым. Мақсат үйдің кенжесі болған соң, біз ата-енеммен бірге тұрдық. Екеуі де зейнеткер. Малдары да бар. Тұрмысымыз да жаман емес еді. Алайда, сұм ажал мені әбігерге салды. Аяқ асты жол апатынан жолдасым қайтыс болып, мен 2 баламен қалдым. Кіші балам енді 2-ден асты. Жолдасым қайтыс болып, жесір атануымның мәселесінің басы ғана екен. Мақсаттың 40-ын өткізген соң, бір күні енем сөзге тартты. Балам, әлі жассың. Тұрмысқа шығам деген ойың жоқ па? Егер ондай ойың болса, жасырмай айт, деді. Мен әзірше ондай ойым жоқ екенін айттым. Арада 2 айдай уақыт өткенде, енем тағы да тұрмысқа шығу туралы сөз қозғады. Мақсатымның отын сөндірмей, осы отауда қалғаныңды қалаймыз. Басқаға тұрмысқа шықсаң, балаларың да жат болып кетеді. Әмеңгерлік салтымен қайнағанға қосылсаң қайтеді, дегенде ішіп отырған шәйіме шашалып қалдым. Мақсаттың 3 әпкесі және өзінен 4 жас үлкен ағасы бар. Әпкесінің біреуі Талдықорғанда, екеуі Алматыда тұрады. Ал ағасы сол ауылда. Бірақ абысыным шайпау. Келін болып түскен соң, сыйыспай 1 айдан соң бөлек шыққан екен. Мен келін болып түскен соң да дұрыс араласқан емес. Қонақ келіп, көмекке шақырсаң сірә келмейді. Келе қалса, дайынға келеді де, асын ішіп бола сала үйіне кетіп қалады. Кейіне қайнағанды да ертіп кететін. Балам емізулі кезде де көмектесіп көрген емес. Мақсат қайтыс болған соң, қайнағам ата-анасына біз қолдарыңызға көшіп келейік деген. Бірақ енем оған үзілді кесілді қарсы болды. Сол сөз ауылға тарағанда, қайнағамның үйінде қырғын жанжал болыпты. Сөйтсек, қайнағам ол ойын абысыныма айтпай өзі шешіп жүр екен. Абысынымның қиян кескі жанжал шығаруының тағы бір себебі бар еді. Енемнің маған әмеңгерлікпен қайнағаңа қосыл деген сөзі ауылға да тарап, абысыныма да жетіпті. Соғыстың басты себебі де сол сияқты. Әйтсе де, әмеңгерлік туралы әңгіме болған соң, қайнағам біздің үйге жиі келетін болды. Үнемі балаларға бірдеңе ала келеді. Алғашында бауырының балалары болған соң, солай істеп жүрген болар деп ойлағам. Алайда, мәселе мен ойлағаннан да күрделі екен. Сөйтсем, қайнағамның маған көңілі ауып жүр екен. Шамасы балалар арқылы маған жақындаспақ. Bir күні үйде жалғыз отырғам. Қайнағам келді. Түскі астың уақыты болған соң, дастархан жайып, бірге ас іштік. Дастархан басында қайнағам әмеңгерлік жайлы сөз қозғады. Ондай әңгімені күтпегем. Қапелімде не айтарымды білмей, үнсіз қалдым. Менің сол күнгі үнсіздігімді қарсы болмады деп түсінді ме, қайнағам келуін тіпті жиілетті. 1 сәт оңаша қалсақ, айтатыны сол, әмеңгерлік. Ауылда әртүрлі өсек айтыла бастады. Сондықтан бұл әңгімеге нүкте қою керек деп ойладым да, сәтін тауып, қайнағаммен ашық сөйлесуге бел будым. Bir күні сондай сәт туды. Атам мен енем бір үйге қонаққа кеткен кезде тағы да қайнағам келді. Ол кісіден әмеңгерлік туралы әңгімені ойынан шығаруын сұрадым. Құр ойдың етегінде жүріп,
шаңырағын шайқалтып алмауын өтіндім. Әйелі мен 3 баласын ойлауы керектігін айттым. Онсыз да оңып тұрмаған екі абысының арасын одан сайын алшақтатпауын сұрадым. Қайнағам үнсіз тыңдап отырды да бір кезде орнынан тұрып үйден шығып кетті. Сол әңгімеден кейін қайнағам 2 аптада үйге келмеді. Онысын түсінгенге жорыдым. Бірақ мен қате ойлаған екем. Бір күні түс кезінде атам мал жақта жүрген. Енем көршінің үйіне кеткен еді. Қайнағам келді. Үйде ата енемнің жоқ екенін білген соң бірден әңгімеге көшті. Айжан, мен әйеліме бәрін айттым. Егер көнбесе қоям, саған үйленем. Сен болмасаң, Жанар мына қартайған ата-анама қарамайды. Сен басқа біреуге кетсең, бұлардың күні не болады? Ана балаларды жат болып кетеді, деді. Сөйтсем қайнағам менің 2 абысын арасын одан сайын алшақтатпаңыз дегенімді әйеліңіз көнбейді деп ұққан екен. Кешке атам ерте жатып қалды да, енем екеуміз шай ішіп отырғанбыз. Енем таңғы да әңгіме қозғады. Жанар келіспесе кете берсін дегеніне қарап, қайнағамның маған сөз салып жүргенінен енемнің толық хабардар екенін сездім. Содан соң қатал үнмен, егер басқаға тұрмысқа шығатын болсаң, 2 баланы да бермей алып қаламын, деді. Баламды алып қойғалы жатқандай жүрегім суылдап кетті. Қорыққаннан, апа, мен ешқайда кетпеймін, дедім. Менің бұл сөзімді келісім деп ұқты-ау, міне, мұның ақыл, деді. Дәл сол кезде ол сөздерге ешқандай мән бермеппін. Жылап жүріп, ыдыс-аяқты жинастырып, жуып-шайып, кеш жаттым. Арада 2 күн өтті. Күн сенбі болатын. Ата мен енем бір кісінің асына кеткен. Балаларға түскі тамағын беріп, ұйықтатып, жалғыз өзім шай ішіп отырғам. Қайнағам келді. Үйде ешкім жоқ екеніне көз жеткізген соң, қолымды жуып келейін деп сыртқа шығып кеткен. Сөйтсем, сыртқы есікті ішінен кілттеп келіпті. Қайнағам сырттан кірген соң орнымнан тұрып жоғары өткізбек болғам. Бірақ ол келген бойда мені құшақтап алып, сені жақсы көрем, сенсіз өмір сүре алмаймын, тағы бірдеңелер деп зорлап сүйе бастады. Менің қарсылығыма қарамастан жерге жығып астына басып аймалай бастады. Бір жағынан қорқыныш, бір жағынан ыза, бір жағынан қорлық болып тұншыға бастадым. Айғайлаймын дегеніме де қарайтын емес. Әлім құрып, есімнен танып барам. Қарсыласуға шамам келер емес. Менің сол күйімді қарсыласпайды деп ойлады ма, шешіндіре бастады. Айғайласам даусым шықпайды, бәрі бітті деп ойладым. Құдай қағып бір кезде жан ұшыра құлындай шыңғырған даусым үйді басына көтерді. Менің даусымнан оянған үлкен ұлым мамалап жүгіріп шықты. Менің даусымнан сескенді ме, баладан сескенді ме, әйтеуір қайнағам жалма-жан орнынан тұрып үйден шығып кетті. Анама барайын десем, 2 баламен қайда сиясың? 2 баламен сен енді кім алады, дейді. Әлі-ақ 2 балаң есейіп, қатарға қосылып кетесің, деп жұбатты. Бірақ мен анама қайнағаммен арадағы жайды айта алмадым. Бұл жайды енеме де айтқаным жоқ. Өйткені ол кісі бәрін де білетін секілді. Олай деуімнің себебі, қайнағам үнемі ата-енем үйде болмаған кезде жетіп келеді. Абысынымның мені атуға оғы жоқ. Ауылдың өсегі де жүйкемді тоздырды. Әбден шаршадым. Бір шешімге келе алар емеспін. Қай шешімімнің дұрыс боларын да білмеймін. Не істеуім керек? Ойларыңызды айтсаңыздар.